Әр уақыт сіз балаңыздың амандығын тілейсіз, дұрыс. Бірақ балалардың қиыншылыққа жолығуы жақсыз. Осы әлмисақтан тартып әзірге шейін қиыншылыққа жолықпай, әр жолы, әрбір ісін аузынан шыққанын әке шешесі істеп берген осындай баланың енді дүзде мен былай ойлаймын, 41 әнсет атақты болса болды екен, қалғаны атақты болмайды. Сіздер, мысалы мен өз басым бұрында да кітапты көп оқимын, осы әлгі гаужундағы сабақтастарым айтатын, дәртханаға кірсе кітап оқиды деп, әлгі сондай бір әдетім бар еді, көп нәрселерде. Мәселен, осы дүние жүзіндегі әрқандай ғалым, атақты адамдардың көбінің басынан іс өткен ғой. Оны айтпайық, әзіргі Ванхуңдарды, мәселен, табысқа жеткен Ерсайды айтайыншы. Ерсайда қаншалық қиыншылық көрді, мәселен. Осы Ванхуңдардың ішінде некесі бақытты болып, семьясы бақытты болғаннан табысқа жеткен адам бар ма? Әрбіреуі тұмсығына жегеннен кейін барып, адам үлкейеді ғой. Әлгі чы итсі бәй, жан итсі жы деген бір сөз бар да. Адам сәтсіздікке ұшырағаннан кейін барып, тұмсығына жеп, кішкене дейді. Әлгі шы жаурын дейді, ешазы шоқи, жын жаурын еңуянды шоқи дейді. Сіз біреуге бір ақыл айтсаңыз, өмірінде үйренбейді оны, түсінбейді. Бірақ сол бір сіз айтқанға қарағанда сол өзі бір сол істі басынан өткізген кезде барып деп бір ойынады, сондай шығар. Соған мына балаңыздан бұдан көйін алаңдамай, мына мен сіздерге 65-ке 3 құты беріп жатқан мына гай бар ғой, балалардың сенік мырыш темірін толықтайтын, осыны беріп денсаулығына кепілдік етіңіз, қалғанын өзіне қой беріңіз. Бірінші құдайға мінат, екінші гайға мінат деп білем, ұқтыңыздар ма? Соған көйін балаларыңыз кішкене қиыншылықты көрсе, мынандай адам болады. Қиыншылықты болды да, бұл баланы қиыншылық көрсіру керек. Мынаны бұл Уишыңсу бағанағы гайтешіннен тартып отырып, абысыдыны толықтайтын, бұл тіпті атақтысы, бұл 75-ке 2 құты. Мынаның ішінде де біреуінде 80 тал, мынаның ішінде де біреуіне 80 тал шығады, қалқым. Сонымен және айтайын дегенім, мейлі ұл тәрбиелеңіз, қыз тәрбиелеңіз, болып та ұл баланы өте қиыншылықпен бағу керек. Ақша болса да, кішкене тартыңқырап, ақшаны істет дұрыс, менде бар. Бірақ сен не істетесің, қалай істетесің? Ең болмағанда балаға сізден ақша сұраған кезде, ана жұмысты бітірсең берем деп бір шарт қойып үйретіңіздер. Содан кейін барып бала әрбір істе, мәселен, сіздің де ақша табуыңыз оңай емес, оның да ақша табуының оңай емес екенін түсінетін болады. Өнен кейін балаға дұрыс құн көзқарас. Кейбіреулер бар ғой, ақшаны жанынан артық көретін. Бұл қате. Ақша деген өмірде тек қана гоңжи, құрал жарақ. Ол болмаса болмайды. Бірақ біз соны тек қана тауып өзіміз істетуіміз керек. Ақша жан екен деп, бүтін туысынан кеш кетіп ақша деп өлетін анандай адам тәрбиелемеу керек. Баласын ерекше бұл ақша туралы мына құн көзқарасын балаға дұрыс түсіндіру керек та. Ақша деген жібігөші біздің керек жарақты алып істететін осындай біз үшін қызмет істейді. Ал біз